келдіңіздер, құрметті әріптестер. Ал сәлеметсіздер ме, балалар? Қане барлығымыз бірге көлдір экранға қарап, бірге оқып жүрейік. Қане кеттік. Оқимыз, үйренеміз, жалықпаймыз. Білімнің шыңына біз шарықтаймыз. Қазір балалар мінеміз, біз мозаика әдісі арқылы бір қағаздан аласыздар, сосын сол қағаздарды топтау арқылы біз топқа бөліп отырамыз. Өздеріңіз құрастырасыздар, сонда толық бір жаңағы сурет шығуы керек. Ал кеттік енді бір-бірлеріңізге қане жақындаймыз. Осы суреттерді қосамыз бір-бірлерін. Қане тез. Қане тез. Иә. Бастыр болдық па? Тамаша, жарайсыңдар. Керемет дұрыс құрастырылды. Тамаша, мына топта болыпты. Онда сіздер бірінші топқа барыңыздар, зымыран тобы. Аха, сіздер де құрастырып болдыңыздар, екінші топқа жерге барасыздар міне. Ал сіздер не байқоңыр тобында келе қойыңыздар. Міне үш топқа бөлініп алдық балалар. Енді бізде не байқоңыр, зымыран, жер болдық. Бұл жерде ғарыш кемердің жер тобы болып үшке бөлінді. Енді қазір балалар сіздерге тосын сый, алдарыңызда жаңағы мен бүгінге жұмыртқа алып келдім. Осы жұмыртқада сіздерге тапсырмалар тұр. Қане бір топтан тапсырмаларды аламыз, сосын сол тапсырманы орындаймыз. Артында тұр, сіздерге де тұр, аламыз, сіздерге де бар. Жұп аламыз. Ал, сіздер оқи қойыңыздар? Үйге қандай тапсырма берілді? Үйге қандай тапсырма берілді? Қане ашамыз оқимыз, шартын оқиық, қане топтан? Ашық, тез ашамыз дәптерімізді. Тез ашамыз. Екі. Дәптердегі есептің шартын оқимыз. Шартын, қысқаған. Сағын 900. Көкөністе 635 граммда. Дәнді дақылдан сақтырғысы өсімдікте 4 данадан. Ал шешуі екінші топ? Шешуі? Шешуі 900 көбейту 600 дейін 270. 600 бөлі 35 тең 18, 270 бөлі 30 тең 9. Жақсы, жауабы шешті. Топ. Жауабы қанша екен? Мен дәптерімді ашпай отырамыз, балалар. Жауабы? Барлығы 27. Бәрімізге 27 шықты ма? Тамаша, жарайсыңдар. Ал олай болсын, әрі қарап. Енді сендер жұмыртқаны алдыңыздар, жұмыртқан тапсырмасын енді алып жеп алдыңыздар балалар. Менде жұмыртқа жегім келіп тұр. Қане менде қандай тапсырма шығады екен? Менде құрама есептер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыздың аты құрама есептер. Бұдан да алдын балалар біз өтіп жатырмыз, е? Құрама есептер, ғарыш, айла. Ал әрі қарап. Енді қане барлығымыз назарымызды көгілдір экранға аударамыз.
балалар, барлығымыз бірге ары қарап жұмысты бастамас бұрын бүгін жұмыс ережесімен танысып алайық. Қане барлығымыз бірге оқимыз. Сабақта сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, жауап береміз. Сабақта тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Ал сіздерде балалар, мынандай алдарыңызда өзін бағалау, зымыран бағалау парақшасы тұр. Мұнда берілген тапсырмалар сайын әр қайсыңыз жеке бал қоятын боласыздар. Мен қазір неше бірінші тапсырмаға бал алдыңыздар, ақырында өздеріңізді белгілеп отырасыздар да, соңында қорытынды баға шығарамыз. Түсінікті ме балалар? Ал олай болса, біз ғарышқа келдік, ғарышқа саяхатқа келдік. Қане бірінші біздің Нептун планетамыздың тапсырмасын олай болса орындайық. Тақтаға назар аударамыз. Ол үшін біз бірнеше сұрақтарға жауап беру керекпіз, балалар. Ал қандай сұрақ түсті? Біз қандай бөлімді аяқтап жатырмыз? Қандай бөлімді өтіп жатырмыз? Қандай бөлімді аяқтап жатырмыз? Барлық пәндерден бізге ортақ тақырып ғарышқа саяхат. Дұрыс екен, балалар. Бір-бірден айтамыз. Тоқтар Әубәкіров. Айдын Айымбетович. Талғат Мысалбаев. Тамаша, жарайсыңдар. Сұраққа дұрыс жауап беріңіздер. Ал біз бірінші кедергіден өттік. Бастарындағыны бір шетке алып қоя қойыңдар. Біз ары қарап саяхатымызды жалғастырамыз. Енді бірінші біз Нептун тапсырмасын орындадық, жарайсыңдар. Екінші біз Сатурн планетасына саяхат жасаймыз. Оны жасамас бұрын бүгінгі күннің ретін жазып аламыз. Сәуірдің 26-сы сынып жұмысы. Бүгін нешесі бала? 26-сы. Сыныпта неше бала бар? 15 бала бар. Тақтаға назар аударайықшы, қандай сан шықты? 2615. 2615 неше таңдалсан? 4 таңдалсан. Бұны қандай сан деп атаймыз? Қандай сан? Дұрыс айтасың, тағы сан. Ал енді осыны қосылғыш ретінде айтайықшы. Қосылғышты қайзартқыш деп жіберейік. Қане? 2610 және 5-ті қосамыз. Жақсы. Қазір бүгінгі күннің ретін 26 сынып жетекшілік көркем сынып жұмысы деп көркем жазу жазамыз. 2615 сан.
қоямыз, басып көтереміз. Келесі бізде уранның тапсырмасы, бірінші тапсырма балалар. Бірінші тапсырма уран ол күннен алыс жатқан планета екен, ол газдан және қатты ядродан тұрады. Күн жүйесінде 7-ші ғаламшар екен. Қане бізде уранның тапсырмасы тыңдаймыз. ішінде кіші бақылау алаңы салынды. Бұл түптік бұрышта алаңқайдың ұзындығы 400 метр. Ені оның ұзындығының 8-ден 5 бөлігін құрайды. Осы алаңқайдың қоршауының ұзындығы қандай? Ал, енді кітабымызды ашып, бірінші есепке назар аударайық. Ал дәптерімізге оны жеке жұмыс қылып орындаймыз. Бірінші есеп. Жаңа айтып кетті, онда есін табамыз деді. Ені менен периметр табылады. Тез жылдамдата алайық. Метр. Оған неше метр? 400 метр. В мұнда белгісіз болып тұр ені. И периметрін табамыз. Шешуінде не істейміз сонда? Опа. Ал кім болды қалемді? Болған топ белгі берейік. Тез. Периметрін табасыңдар. Ұзындығы мен ені не істейміз? Қосасыңдар. Бұл жерде ұзындығы 400 болса, ені нешеге тең болды? Тамаша, 250. Енді 400 мен 250-ді қосып, 15-ке көбейткенде, енді соны толық айтамыз. Шешу. Разный тұрды, жоқ жаңа сен Айсан айта ол. Оқи қойнен. Тұрш қойнен. Қапты. Бұнда енін таптық, я? Ал периметрін кім оқитқан ен? Периметрін табу үшін 400 мен 250-ді қосқарып, сосында тең 6500, 6050. 650 көбейту 2 тең 1300 метр. Жалпы ұзындығы периметрін қоршаудың ұзындығы қанша болды? 1300 метрге тең болды. Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді екінші есепте балар. Әр топқа қазір мұнда есеп беремін. Тез жылдамдатып. Екінші есепке қараймыз. Тез тоқтау жинала бойында. Теңдіктерін жазасыздар. Кім жылдам ойы деп аталады? Бұнда бірінші бағаны менен алымын қосып, мәнін табасыңдар. Тезекше қоямыз. Топпен бірден шешеміз топ болып шеше қойды. Топ болып шешелер. Жеке жұмыс істемейміз, дәптерге жазбаймыз, неге орындаймыз? Мына тарапқа орындаймыз. Бөлек жұмыс істеп кетейік.
қане бірінші топ неше шықты оқи қойыңдар. Ага. 500-ден 160 дейді. Жақсы. Ал сіздерде? 125-тен 300, 24-тен 30. Дұрыс. Ал бірінші топ сіздерде? 4 керісінше, 400-ден. 92. Ага. Ал екіншісінде 130-дан 130, алымынан бөлімнен 135-тен 73 дұрыс. Қане барлығымыз бір-бірімізге қошемет көрсетіп қояйық. Келесі. Біздің саяхатымыз, біз Юпитерге келеміз. Юпитердің тапсырмасы, Юпитер балалар күн жүйесіндегі газ алыптары санатына жататын 5-ші планета екен. Юпитер Уранның диаметрінен 5 есе үлкен екен. Қанша километрге созылып жатыр екен? 51.800-ге созылып жатыр екен. Бұнда қазір біз үшінші есеп, сіздер бірінші топқа үшінші есептің асы болады балалар. Ал тыңдаймыз. Тобы бірге түсін берді. Екеуі бірге 450 тонна картоп жинады. Егер біреуі 8 гектар, екіншісі 10 гектар жерге картоп еккен болса, әрқайсысы әр гектардан қанша тонна түсім алды? Ал үшінші сіздердің топтарыңызға үшінші есептің асы. Ал екінші топ сіздерге фермердің картопының түсімділігі 30 тонна гектарға. Егер ол бірінші жерден 75 тонна, ал екінші жерден 105 тонна түсім жинаған болса, картоп өсіруге қанша гектар жер бөлген? Сіздерге үшінші есептің асы. Енді үшінші топ сіздерге төртінші есеп болады. Алматыдан Байқоңырға қарай бір уақытта сағатына 63 км жылдамдықпен автобус және сағатына 77 км жылдамдықпен автокөлік жолға шықты. Екі қаланың арақашықтығы 1300-806 км. 6 сағатта кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Әр көлік жолда неше сағат болады? Тапсырмаларды орындау барысында қазір бір шетке планеталар алып қоямыз да, әр планетаға саяхат жасаған сайын сіздер мына неге жабыстырып бара бересіздер. Түсіндіңіздер ғой, е? Қазір міне 3 планетаға келіп па, демек 3 планетаға сіздер планетаны қосып отыру керексіздер. Бірінші, балалар Нептунға барды. Қане Нептунды жақсырып аламыз? Нептунды жақсырамыз? Екінші, Уранға бардық. Үшінші, Сатурнға бардық. Төртінші, енді міне Юпитерге келді. Болды, қалған ақырындап қойып отырасында бір шетке қойыңдар. Ал енді барлығымызға топтық жұмыс берілді. Бір боп дәптерге жазбайсыздар. Маған құрастырасыздар. Сіздерге үштің асы болды. Міне астындағы мына қағазға тізбелік орындармен тізбелік отырып құрастыруларына болады балалар. Бір шетке қойылады. Үштің асы сіздерге. Сіздерге үштің асы. Екінші топ тізбесіне қойылып, кейін шығара бөлінген болады. Сіздерге төртінші есеп, төрт. Я мне не дал, сейчас я везу. Siz iki üçünden kimde көмектесіп құрастырамыз. Септің шартын. Дәптерге жазбайсыздар, ama üçünün шарасы.
Көмектесті біреуін шарттың жазында, біреуін жерге шешуін тұрып алып жазында. Шешуін де жазында. İsmail şimdi de kömekтеріңіз көмектесіп тұрды. Жаңа көмектегендер шешуін. Шешуі бірінші жол V қашықтық тең V2 алу V1 тең 77 алу 63 тең 34. Екінші жол S1 тең V қашықтық көбейту T тең 4 көбейту T тең 21 км/сағат. Үшінші жол T1 тең S бөлу V1 тең 1386 бөлу 63 тең 22 сағат. Төртінші жол T2 тең S бөлу V2 тең 1386 бөлу 77 тең 18 сағат. Жауабы 6 сағаттан кейін олардың қашықтығы 84 км болады. Тамаша. Қане қошемет көрсетейік балалар, мына топқа жұмыстарыңызды іле қойыңыздар. Ал енді балалар осы жерде топта бір-бірімізді бағалап жіберейік. Қане бағдаршам түстерін толық аламыз қолдарынан. Енді осы топтағы есептерді бір-біріміз түсінген болсақ, жасылды толық түсінген болсаңыздар, жасылды көтереміз. Егер де түсінбеген болсаңыздар, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, қызылды көтереміз, соған қорықпаймыз. Ал сұрақтарың болса, осы есептер бойынша тақтада міне тұр, сол топтарға сұрақ берулеріне болады. Қане, бірінші топтың жұмысын сіздер екі топ бағалайсыздар. Сіздер ғана бағалап көрсетесіздер. Есебін түсіндіңіздер ме? Айдос? Түсінген болсақ, жасыл түсті көтереміз. Түсінбесек, қызыл түсті көтереміз. Сұрақ қойғыларын десе, сарыны көтеруге болады. Айдос, біреуін көтеру керексің. Түгел көтереміз жоғарыға. Кім сары көтеріп отыр? Жасылды. Жақсы. Ал енді сіздер түсіресізден екінші топты қалған екі топқа қалайды. Сіздер толық көрсетеміз. Жақсы. Ал енді мына үшінші топтың жұмысын төртінші есепті қалған екі топ сіздер бағалайсыздар. Қане? Сіздер бағалайсыздар олар. Тамаша, жақсы. Ал енді келесі біздің саяхатымыз Марс планетасына барамыз. Бұл қызыл жұлдыз деп аталады екен балалар. Күн жүйесінің күннен бастап санағанда төртінші ғаламшар екен. Жер тобындағы планеталар қатарына жатады екен. Келесі саяхатымыз. Ал жаңағы алдарындағы неге қосып қоюларына болады. Бұл жерде енді сіздерге мен әр топқа мынандай түрлі түсті қағаз қойдым. Бұндағы жаңа мана айтып кеттіңіздер, ғарышкерлерді. Сол ғарышкер ағаларына қандай тілектер айтар едіңіздер. Соларға тілекті айтып, әрқайсысын жеке-жеке тілек жазасыздар. Сосын
ұшақтарымызды тақтаға қарап ұшырамыз. Түсінікті ғой? Жақсы. Ал біз жылдам орындаймыз. Бір-бір тілектен жазыңдар, ручкамен де жазуға болады, қарындашпен де, қаламен, кез келген нәрсемен. Сосын оқып ұшырасыздар. Бір-бір сөз жылдам. Жақсы тілектер деп аталады. Бір-бір тілек, сосын ұшақ жасайсыздар. Тілектеріңізді оқып, кейін бірге ұшырамыз. Ал олай болса, қане айналады бір ел сенен, қане бірге барымыз оқиықта, сосын ұшырамыз. Айналады есіміңді білсе әлем, аршыға ұшқан қазақтың тұңғышына бір сәлем деп, қай сәлемімізді жолдаймыз барлығымыз. Берғар, аға. Жақсы. Оған жақын екінші ғаламшар екен. Көлем пен массасы жағынан жерге жоқ болғандықтан ерте кезден ғалымдардың назарын өзіне аударған планета екен. Ал енді келесі қайда келдік? Шолпанға келдік. Қане? Топ басшылары шолпанды қосып қоямыз. Бұнда 8-ші есепке қараймыз. 8-ші есепте сіздерде 4 есептерге барлығы да бөлуге беріліп тұр. Әр топтан қазір сіздер бірінші есептің жауабын табасыздар. Зерттеуші бола отырып, тез жылдам есептемей-ақ 8-ші 4-еуінің ішінен тек жауаптарын таңдайсыздар. Бірінші есепті. Сіздер екінші есепке қараңыздар. 2. Ақа соның жауабын табасыздар. Сіздер үшіншісіне қараймыз. 8-ші есептің үшіншісіне қараймыз. Мына жерде өзінің жауаптары қасында тұр. Жылдан сіздер шешімін табасыздар. Дайын болғанда тез белгі бере қаламыз. Екінші топ сіздер дайынсыз ба? Қан белгі бере қойды. Неше шықты? Қайсы екен жауабы? Сіздерде үшінші есеп, үшіншісі. Үшінші есеп көсіндерді. Екінші топ дайынсыз ба? Сіздер тұру. Ал жақсы. Қане, бірінші топ. Есептен қол оқып жібере қойыңдар. 5264 бөлу 628. Тең болады? Жауабы? 8. Жақсы. Екінші топ сіздерде? 2522 бөлу 236 тең 32. Жақсы, дұрыс. Үшінші топ сіздерде? 1412 бөлу 15 тең Енді шағын тест шешіп бере қояйық. Арш дегеніміз не? Асы жер қоршаған бүкіл дүние,
бізді қоршаған дүние, Б бос кеңістіктер. Дұрыс, жерді қоршаған бүкіл дүние. Екінші, ғарышқа алғаш рет ұшқан кім? Юрий Гагарин, әсі. Үшінші, тұңғыш ұшқан қазақ ғарышкері кім? Келесі, Қазақстанның ғарышайы қалай аталады? Байқоңыр. Ғарышқа алғашқы ұшқан әйел ғарышкері кім ол? Меркурий күн жүйесіндегі ең кішкентай планета. Ол күнге ең жақын орналасқан. Күн жүйесінің ең алыс планетасы математикалық есептердің көмегімен ашылған. Шолпанның үстіндегі бетінің температурасы шамамен 475 градус ыстық болады. Марста күн жүйесіндегі ең үлкен таулар орналасқан. Күн жүйесіндегі газ алыптары санатына жататын 5-ші планета. Күннен санағанда 6-шы салымға мен үлкендігі бойынша күн жүйесіндегі 2-ші ғаламшар. Күн уран күн алыстан жатқан планета. Ол газдан және қатты ядродан тұрады. 10. Тамаша, келісемін, міне сабаққа бүгін жақсы қатыстың. Кім? Шыңғыс? 9 бал қойдың ба өзіне? 10 бал қойдың? 10. Ақбота? Зымыран ба қойдың? 9. Айдана? Кімге Альтаймен келсем 9 қойыпты, жақсы. Майяжан? 9. Сен неше бал қойдың өзіне? Айдос? 8. 9. Ал Айхан 9. Керемет. Әр топтан бала белсене жақсы қатысқандарға мен соңында смайлық бердім. Сабаққа жақсы қатысты олар. Рахмет. Енді соңында кері байланыс. Қазір сіздердің алдарыңызда мұнда бір әр топқа смайлықтер береміз. Бүгінгі сабақта, толық сабақта түсінген болсақ, зымыранның бас жағына сабақ қызықты болды деп қоясыздар. Егер де ортасына мен бәрін түсіндім, қызықты болса, төбесіне қоясыздар. Сабақ қызықты болмады болса, ортасына қоясыздар. Мен сабақтың жаңағы аяғын астыға күттім болса, соңына қоямыз. Біреу-біреуден аласыңдар. Сосын келіп орындарынан түрлерді жазыстыра қойды. Бір смайлтен неден аламыз? Біреу-біреуден аламыз, қағаздан. Иә. Ал енді зымыранға қарап келеміз бәріміз. Мен бәрін түсіндім, қызықты болса, зымыранның басына қоясыздар, жабыстырасыздар қазір. Егер де сабақ қызықты болмады болса, ортасына жабыстырасыздар. Мен асыға сабақтың соңын күттім болса, төменге қоясыздар. Қайын орындарымызға тұрып кеп жабыстырамыздар, ақырын үзіліске шығамыз.